Сәлем достар, 5-ақ минутта морковның салатын ең оңай әрі дәмді жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описание жазып кететін боламын. Бізге керек заттар: тұз, қара бұрыш, кориандр. Қара бұрыш пен кориандр салдым, тұз салдым, қанты кішкене ғана салдым, чеснок, менде чеснок қатырылған чеснок морозилкадан, сірке суы, яғни уксус, сұйық май, 2 сәбіз, 1 кішірек пияз. Сәбізді өткізу үшін бізге осындай терка қажет. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Күнделікті тамаққа турап жүргендей турап аламыз. Мен 1 порциялық морковный салат жасап жатырмын. Егер де сіздер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, онда үлкенірек пияз қоссаңыздар болады. Пиязымыздың барлығын турап аламыз. Газымызға сковородкамызды қойып, сұйық майды құйып, сұйық майды қыздырып, үстіне пиязымызды салып, пиязымызды қоңыр түсті, яғни қызартып, қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып жатқанда, сәбіздеріміздің барлығын теркадан өткізіп аламыз. Сәбізіміз негізінде ұзын болған дұрыс, сол кезде біздің сәбіздеріміз әдемі болып түсетін болады теркадан. И әдемі көрінетін болады дастарханға салған кезде. Сәбізімнің барлығын теркадан өткізіп алдым. Пиязымды қызартып қуырып алдым, газын астын өшіріп, қуырылған пиязым үстіне чеснок, қант, бұрыш, тұз барлығын салып 1 минут араластыратын боламын. Бұл жерде айта кетерім, егерде ашты болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрыш қосыңыздар. Мен балалар жейтін болғандықтан қызыл бұрыш салмайтын боламын. Қуырылған чеснок пияздарымызды сәбіз салатымыздың үстіне салатын боламыз. Егерде үйдегілеріңіз пиязды қаламайтын болса, онда пиязды салмай-ақ тек сұйық майын құйсаңыздар болады. Онда чеснок бұрыштарыңызды сәбіздің үстіне салып, сұйық май құйғаннан кейін араластырып алатын боласыздар. Бұл жерде ең маңыздысы сұйық май ыстық болып құйылу керек. И сұйық майымызға пиязымыз қуырылу керек, сол кезде дәмді болады. Ыстық сұйық май құйғаннан кейін уксусымызды құйып, жақсылап қолымызбен мыжып араластыратын боламыз. Сол кезде біздің сәбізіміз жұмсарады. Сәбізіміз өте қатты болғандықтан қолымызбен қаттырақ мыжып отырып араластырып алғанымыз дұрыс. 1-2-3 минут. Міне болды, 5 минутқа жетпей қыздар, біздің сәбіз салатымыз дайын. Сіздерге ұнаса, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Өте дәмді, оңай салаттардың бірі. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.